Облыс бойынша жаңа оқу жылына 523 жалпы білім беретін мектеп, 27 техникалық және кәсіби білім мекемесі, 79 балабақша дайын. Бұл жөнінде облыстық білім басқармасының жетекшісі Шолпан Каринова қоғамдық кеңесте берген есебінде айтты. Қысқы жылыту маусымына білім мекемелерінің 98%-ында жұмыстар жүргізілген. 523 мектептің 58-і орталық жылыту жүйесімен, 431-і автономды жылыту, 19 мектеп пеш арқылы жылытылады, ал 15 мектеп электроқазандықтар арқылы жылытылады. Қазіргі таңда қазандықтарды шаю және жүйенің қысымын тексеру жұмыстары жүргізілді. Жылыту мезгіліне дайындық жөніндегі актілерді қабылдап жатырмыз. Облыс бойынша мектептегі бала санының жетіспеу салдарынан аудандық 9 мектеп, қалалық 1 мектеп жабылды. Өңірімізде 3 ауысымды оқыту мәселесін шешу мақсатында 2 мектептің құрылысы жүргізілуде. Бірі Ғабит Мүсірепов ауданы Новоишимская ауылында 400 орындық мектеп-интернат, екіншісі Тайынша қаласында 300 орынға арналған мектеп. Сонымен қатар Қызылжар ауданы Бәйтерек ауылында жергілікті бюджет қаражатынан мектеп құрылысы жүргізілуде. Аталмыш білім ордалары 1 қыркүйек ашылады деп жоспарланған. 2015 жылы Нұрлы жол бағдарламасы аясында 3 ауысымдық мектеп мәселесі шешімін таппақ. Осы бағдарлама бойынша облыс бойынша 3 мектеп пен 1 балабақша құрылысы жүргізілуде. 320 орынға шақталған балабақша шілде айында тапсырылды. Биылғы жылы мектеп оқулықтарына 520 миллион теңге қаражат бөлінген. Солтүстік Қазақстан облысы білім басқармасының жетекшісі Шолпан Каринова облысымызда оқулық тапшылығы жоқ екенін атап өтті. Сонымен қатар жаңа оқу жылында мектеп оқушыларының барлығы мектеп формасын киюге міндетті. Білім мекемелеріндегі компьютерлік жабдықтау мәселесін шешу мақсатында 100 миллион теңге қаражат бөлінген. Ағымдағы жылы облыстық бюджеттен оқулықтарға 520 миллион теңге бөлінді. Оның ішінде 1-ші сынып оқулықтары үшін 191 миллион қарастырылған. Барлық оқулықтар мектептерге жеткізілді. Білім басқармасының жетекшісі мектепке жол акциясы да қарқынды жүргізіліп жатқанын атап өтті. Биылдан бастап 15 колледжде дуалды оқыту жүйесі енгізіледі. Кәсіби білікті ұстаздар дайындау мақсатында 4033 мұғалімді біліктілігін арттыру курстарынан өткізу жоспарланған. Қазіргі таңда 2626 мұғалім аталмыш курстан өткен.